Қайырлы кеш достар, Green карта лотереясын толтыруға 2 күн қалды. Яғни 7 қараша аяқталады. Мен бұл видеоны не үшін түсіріп жатырмын? Себебі соңғы кездері Инстаграмда кейбір виза жасайтын блогерлер Green карта анкетасын толтыруға сұмдық бағамен қоюда. Мен бұны көрдім де, неліктен видео инструкция қазақ тілінде жасамасқа дедім. Мінекей бұл официальный сайты. Негізінде орыс тілінде толып тұр информация, мен солардан көрдім, және өзім солай толтырдым. Бір кісіге қалай толтыру керек, соны қазір мен көрсетемін. Фото example деген жерден фотоңызды тексеріп көрсеңіз болады. Бара ма, бармай ма? Бастау үшін begin enter деген батырманы басамыз. Осы жерде бұл картинкада көрсетілген кодты толтыру керек болады. Одан кейін анкетаға өтеміз. Бұл жерде last name'ге бірінші фамилиямызды жазамыз үлкен әріппен, паспорттағыдай. First name'ге атымызды жазамыз. Үшіншісі middle name'ге ештеңе жазбаймыз, себебі бұл тек американстарда болады. Бұл жерден бәрі біледі деп ойлаймын. Male бұл ер адам, family бұл әйел адам. Үшінші анкета birthday, біріншісі ай, күн, year дегеніміз бұл жыл. Төртінші пункт city where you were born. Қай жерде тудыңыз? Қала ма, ауыл ма, аудан ба? Тек біреуін жазамыз. Допустим, Алматы болса Алматы, ауылдың аты болса ауыл, Базатөбе болса мысалы, Базатөбе жазасыз үлкен әріппен. Допустим, оңтүстік Қазақстан, Шымкент жазудың қажеті жоқ. Одан кейін 5-ші пункт country where you born. Әрине бұл бәрімізге Қазақстан. Кейбіреулеріңізде бұл Өзбекстан болуы мүмкін, Ресей болуы мүмкін. 6-шы пункт сіз өзіңіздің туған еліңізден қатысып жатсыз ба? Yes болса yes, no болса басқа ел таңдайсыз. 7-ші пункт бұл фото. Фото салғанда мұқият болыңыз. Артқы фонда белый фон болу керек, және түсіңіз, киіміңіз ақ түсті болмау керек. 8-ші пункт бұл адрес. Адрес лайн бірде 2 пункт тұр мұнда. Екіншісі не обязательный. Егер біріншісіне сыймай жатса, екіншісінен жазсаңыз болады. 2 адресті. Допустим, Жеңісұлы көшесі. Көшесі дегенде қазақша жазбаймыз, бұл тек мысалы ғана стрит деп жазамыз ағылшынша. Жеңісұлы көшесі 14 мысалы. Жеңісұлы көшесі 14. House 5. Үй 5-ші үй. Адрес екінші керек емес. City Town бұл қай қалада тұрып жатсыз қазіргі уақытта. Мысалға Ақтөбе. Ақтөбе енді бұлай жазылмайды. Ақтөбе деп жазылады. District you. Postal коды бұл zip код, индекс. Почтаңыз соны жазасыз, қандай индекс бар соны. Бұл жерде қандай район, қандай облыстың районы соны жазасыз. Батыс Қазақстан болса West Қазақстан дейсіз. Country болса Қазақстан дейсіз бұл жерде тағы. 9-ші пункт тағы да Қазақстан. 10-ші пункт телефон нөмір бұл міндетті емес. Жазсаңыз да болады, жазбасаңыз да болады. 11-ші бұл міндетті түрде емейлді дұрыстап жазуыңыз керек болады, себебі результатын білген кезде керек болады. Нәтижесін білген кезде өте қатты керек болады. 12-ші пункт біліміңіз қандай. Бакалавриат болса university degree дейсіз. Магистратура болса master's degree, докторантура болса докторантура, тек қана школа болса high school деп солай жазасыздар. 13-ші пункт. Үйлендіңіз бе, үйленген жоқсыз ба? Үйленбеген болсаңыз unmarried дейсіз. 14-ші пунктқа бала жоқ болса просто 0 дейсіз. Енді естественно же үйленбегесін бала болмайды. Сол бүгінге осы бітті. Осындай нөмір сізге көрсетіледі. Осы нөмірді сақтап алыңыздар. Май айында
нәтиже шыққанда осы нөмірмен осы сайтқа кіріп чек статус деп тексеріп көрсеңіздер болады почта арқылы. Егер нағыз толтыра алмаймын дейтін болсаңыздар, мен азғантай суммаға толтырып бере аламын.